Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер? Мынау КБ-дағы факультативтеріңізге есеп дегенді қою үшін сіздер журналға КБ-ны басасыздар, одан кейін журналға барасыздар, сосын өздеріңіздің факультативтеріңізді аласыздар. Мысал үшін өздерінің факультативтеріңізді басу үшін мынаны басасыздар, содан кейін өз факультативтеріңді аласыздар. Одан кейін мына жерде қорытынды жұмысты қосу деген бар. Қорытынды жұмысты қосуды басасыздар. Бірінші жартыжылдық 30 желтоқсан немесе 29 желтоқсанға қоюларыңызға болады. Балдық, ондық балдық жүйе тұра берсін. Одан кейін екінші қорытындыны, екінші жартыжылдық дейсіздер, оны мамырдың 21-не қоясыздар. Үшінші қорытынды ол жылдық. Жыл деп тұр ғой. Осыны басасыздар, 21 мамырға қоясыздар. Сақтау. Егер біз жыл бойынша қорытындыны басатын болсаңыздар, сіздерде мынандай жүйе бар. Осыған сіздер ЕСП деп жазып шығасыздар. Әрбір оқушыға ЕСП. Барлық факультатив бар мұғалімдер осылай жасап ұстаңыздар. Үлкен әріппен ЕСП. Сұрақтарыңыз болса, жекеге шығып сұраңыздар. Осы видеоны мен қазір жіберіп, YouTube каналына салып қоямын, сол жерден қарап отыруларыңызға болады.